Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мінекей Қытай елінен кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс jg.com сайтынан келген. 9 қараша күні осы бүкіл әлемдік шоппинг күніне орай жаңағыдай акциялар болды. Жаңа интернет магазиндерде. Сол акция кезінде жаңа JD сайты Қытайдың осы орыс тілді нарыққа жаңадан келіп жатқан үлкен бір акция ұйымдастырды. Сол акцияда неше түрлі осындай заттар, пауэрбанктар бар, неше түрлі заттар 5 центтен сатып алуға мүмкіндік берген болатын. Сол кезде осындай затты сатып алған болатынмын 5 центке. 9 қараша күні. Бүгін 28 қараша. Мінекей осы ішінде осындай ғана заттар бар екен. 19 күнде келіп жетті. Бұл мінекей мынандай будильник. Мына жерге заметка жазып қоюға болады. Мінекей мынандай карандашымен өзінің осындай бір будильник. Пальчиковый батарея дейді ғой, сондай батареямен 3 батареямен жұмыс істейді екен. Міне блок питаниемен жұмыс істейтінде мүмкіндік бар екен. Мінекей достар, бұл сағаттың функциялары мына жерде көрсетілген. Сағат көрсетеді, календарь, будильник, 3 түрлі будильник қоюға болады. Және термометр, және туған күнді еске салып тұратын осындай напоминалкасы бар. Мінекей осындай бір қорапша. Бұл сағаттың өзін батарея тауып қосып көрдім. Қазір 21 градус деп көрсетіп тұр. Мына пайдалануға өте ыңғайлы. Мына бассаңыз, мына жерінде қап-қара кнопкасы бар. Мына жерде бассаңыз, кнопкасы басылады. Қазір сағатты көрсетіп тұр мысалға. 2013, және мына жерде данныйларын әлі өзгерткен жоқпын әрине. Осы жерде астыңғы мына жерде кнопкалар арқылы жаңағы настройкаларын, жаңағы напоминалка, будильник бәрін қоюға болады, өзгертуге болады. Осындай бір бассаңыз, подсветка ашылады. Осындай бір қызық дүние. Сыйлыққа беруге болады мысалға. Осыны мен базарлардан көрдім осы Алматыда. Ұмытпасам 1,5 әлде 2,5 ба сондай тұрады бағасы. Маған бұл дүние 15 теңге келді 5 центке. Осындай бір қызық. Туған күнге мынандай жазулар жазып көрініп тұр. Кеткен соң ағарады екен өзі. Өйткені алдында жазылған жазу болатын. Мына бас жағы мынандай осындай мастер сияқты, маркер сияқты. Екінші жағы мынандай өшіргіші бар. Бұлай өшірсек болады. Осындай қызық дүние. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.